Бәріне сәлем, сіздермен бүгін киноға шолу жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бұл 2015 жылы жарық көрген фильм. Бұл фильмде Агу есімді жетім баланың өмірінен өткен түрлі қызықты оқиғалар және қиыншылықтар жайлы айтып беретін боламын. Африка елінде азаматтық соғыс басталған бір кезең болатын. Сол аймақтың мектебі бұзылады. Балалар мектепке бара алмаған соң өздері қызықты ойындар ойлап табуға мәжбүр болады. Ал Агу есе әртүрлі қоқыстарды жинап, оларды тамаққа айырбастап, анасына көмектесетін еді. Әкесі мұғалім болған, бірақ ол қазір босқындардың мәселесімен айналысатын еді. Агу өмір сүретін аймақ өте қауіпті аймаққа айналады. Олар ақша табу үшін жолды жауып, өтіп жатқан көліктерге тауық сатып, ақша тапқысы келетін. Сол жерде оларды ұнатпайтын бір әйел болатын. Бір күні Агудың әкесі үйіне келгенде теледидардың ішкі бөлігі сыртта жатқанын көріп, Агуға ренжіп қалады. Сол кезде радиода жағымсыз хабар айтылады. Әскери бригада елдің бақылауын жеңіп алды. Қарулы әскерлер ережені бұзып, әртүрлі шабуылдар жасай бастайды. Қауым шіркеуде жиналыс жасап, алда не істеу керек екенін талқылайды. Олар ең бірінші әйелдер мен балаларды қауіпсіз жерге көшіру керек деген шешім қабылдайды. Агудың анасы Агуды және інісін алып кеткісі келеді. Агу жылап қалуға мәжбүр болады. Ұрыс басталады. Аяусыз қарақшылар бір үйшіктің ішіндегі адамдарды байқап, оларға зеңбірекпен көздеп оқ атады. Олар сыртқа жүгіреді. Сол кезде бірден атып тастайды. Тірі қалған адамдарды тізе бүктіріп жаулап алады. Жергілікті тұрғындарды бір әйел анықтау керек болатын, бірақ алжыған әйел ешкімді танымайды. Олар жау екенін айтады. Агудың әкесін атып тастайды, ал ағасы мен Агу қашып құтылады. Байқап қалған сарбаздар Агудың ағасына да оқ атып, нәтижесінде ағасы қайтыс болады да Агу жалғыз қалады. Қашып құтылған Агу орманға жасырынып қалады. Қарны ашқан Агу қарнын тойдыру үшін жапырақ жей бастайды. Ол таң атқанда қарумен қаруланған жас балаларға тап болады. Ол Агуды ұстап, бас комендантқа әкеліп көрсетеді. Комендант Агудан қайдан келгенін сұрай бастайды. Әскери бригада екенін айтады Агу сонда. Сонда ол Агуға олардан кек алу керек екенін айтып бастайды. Алып лагерге Агуды өзімен бірге алып кетеді. Оның қолына оқ-дәріні береді. Лагерде оны басқа балалар күлкі етіп тамақ бермей жалындырады. Оларды қару атуға үйретіп, бас майданға шығарады. Оларға ағаш беріп, қару ретінде атуды үйрете бастайды. Олар коменданттың қол астындағылармен бірге билікке қарсы соғыс жасайтынын айтып, психологиялық түрде дайындай бастайды. Олар тек қауіп төндіретін адамдарды құртуды, қарсы шыққандарды ise атып өлтіруді үйретеді. Командир емес, тәлімгер ретінде көре бастайды. Уақыт өте балалардың ішінен басшы дайындау қажет болады. Олар Агудың дайын болғанын білу үшін бірнеше соққыға өтуге мәжбүрлейді. Басқа балаларды таяққа шыдамай құлаған кезде шетке апарып атып өлтіріп тастайды. Сынақ кезінде балалардың дайындығын білу үшін қатарға қойып, оларға оқ ата бастайды. Оқтар холостой болатын. Комендант дайын болған балаларды соғысқа аттандырады. Көпірге жеткен партизандар келе жатқан көлікті жарып жібереді. Комендант Агуға қару беріп өлтіруді талап етеді. Агу алғашқы соққыны соғады. Балалармен бірге итше шабады. Барлығын өлтіріп, алынған киімдерін бөлісіп киіп алады. Оларға балаша ойнап арада демалып алуға рұқсат береді.